Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, бүгінгі видеода мен Рамазан айы деген сериалдың екінші бөлімін түсіретін боламын. Бұл сериал сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, және де лайк басуды, және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Ал достар, біз онда сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Тұрайын. Танатыпты ғой, уже қыздарды сабаққа шығарып салу керек, оятып келген. Қыздар, тұрыңдар, Аружан, тұр. Ой, мама, күшті ұйықтап жатқан едім. Ашы тұр бұл. Аха, міне қазір. Барып беті қолдарыңды жуыңдар. Той, қазір кеттік. Ал қыздар, сау болыңдар. Сабақтарында жақсы оқыңдар. Аха, мам. Кеттік. Айтпақшы достар, менің тамағым ауырып тұр, поэтому менің даусыма мән бермеңіздер. Сіздер просто сериалға мән беріңіздер, поэтому менің даусым тамағым ауырып тұр, сондықтан даусым біртүрлі шығып тұр. Той, шаршап кеттім сабақтан. Уф. О, мам, қалайсыздар? Жақсы. Сабақтарын жақсы оқыдыңдар ма? Я, мам, жақсы оқыдық. Аружан ше? Мам, мен екі алып қалдым. Қай сабақтан? Жаратылыстанудан, географиядан. Мам, кеше оқы дедім ғой саған соны. Мам, просто мен айта алмай қалдым, бәрін ұмытып. Жарайды, енді келесіде оқып бар. Жарайды. Қыздар, мына портреттерді көршілерге апарып беріңдерші. Рамазан айы құттықтап, сол құттықтап, барып айтып келіңдерші. Жарайды, мам. Киімдеріңді ауыстырып барыңдар. Аха. Мам, біз келдік, не істейік? Қайына портреттерді ала берейік. Аха. Так, сосын бір көршіге портрет жетпей қалды ғой. Сондықтан оларға андай жейтін заттар, тамақтар беріп береміз. Мен әкеп берем оларды. Так, төбеден алайын аларды. Ой, бұл ішіне кіріп кетіпті. Так, апарып берейін. Міне қыздар әкеп бердім. Мынаның бәрін енді апарып бердіңдер. Жарайды. Мынаның бәрін қолымызға ұстап алайық қазір енді. Мынаны ішіне салып берем. Мынаның ісімей қалады ғой енді. Аха. Абайлап сындырмай барыңдар. Я, мам. Кеттік. Той, маған дым көрініп тұрған жоқ. Маған да көрініп тұрған жоқ. Так, бірінші осыяққа берейік, сен аяқта тұра тұршы. Жарайды. Тоқ. Кім екен бұл? Есікті ашайын. Саламатсың ба? Сәлеметсіз бе? Мынау сіздерге Рамазан айы құтты болсын. Ой, рахмет. Аха, дұғаларыңыз қабыл болсын, оразаңыз қабыл болсын. Аха, рахмет. Сау болыңыз. Сау бол. Так, мына үйге берейін енді мен. Сен астыңа бере саласың, мен аяққа берем. Жарайды. Тоқ. Ой, кім келіп тұр? Балаларым ұйықтап жатыр ғой. Тоқ. Саламатсың ба? Сәлеметсіз бе, мен ғой Аружан. Я, таныдым. Мынау Рамазан айы құтты болсын, дұғаларыңыз қабыл болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Осы портретті әкеп берейін деп едім. Ой, рахмет. Көп рахмет. Аха, оқасы жоқ. Сау болыңыз. Сау бол. Бәрі рахмет айтып жатыр. Енді айтпағанды не істейді? Кеттік, мынаны апарып тастайық. Так, келдік.
әкел бір зат тасай тұрайын мен. Сен кіріп шыға бер. Беріп келдер деген. Аха. Тоқ. Кім екен бұл өзі? Сәлеметсіз бе? Мен Айша. Сәлеметсіз бе? Я таныдым. Мынау сіздерге Рамазан айы құтты болсын. Осыны анам беріп жерді. Ой, рахмет, анана сәлем айт. Аха, айтамын. Сау болыңыз. Сау бол. Рахмет көп. Оқасы жоқ. Так, беріп келін мен. Әкелін нанды беріп келейін мен. Тоқ. Туй, кім беріп тұр өзі? Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Айша, сен не істеп жүрсің бе? Мына портретті берейін дегенім ғой. Мамам беріп жерді. Ораза айы, Рамазан айы болғандықтан беріп жерді осы сыйлық ретінде. Ой, көп рахмет. Мамана сәлем айт жер. Аха, айтамын. Сау бол. Рахмет. Ой, ауқасы жоқ, сау болыңыз. Так, мен айтып шықтым, бердім. Енді үйге қайтайықшы. Кеттік. Келдіңдер, мам? Иә, мам. Сізге сәлем айтып жатыр. Кім? Көршілер. Енді қайсы көрші? Атын айтсай? Мариям деген апай бар ғой. Еще мам тоже тағы Маржан деген апай да сізге сәлем айтып жүрді. Көрші. Қуанып қалған шығар оларда. Я өте қатты қуанды ғой. Қой, намаз оқиық, кеттік. Фатима, сен енді кішкене ары-бері жүріп, саған телефон берем. Сен мультик көріп отыра берем. Жарайды, мам. Тез намаз оқиық, қыздар. Хиджаптарында тез тағындар. Қазір, мам. Тағып алдым. Неде тағып алайын. Тез нелерін жай намаздарында алыңдар. Тез оқып тастайық. Намаз оқып біткен соң. Намаз оқып біттік-ау өтерім. Терлеп, ыстықтап кеттім ғой. Жабын шешіп қояйын. Я, мен де терлеп, ыстықтап кеттім. Кеш батқан соң. Так, азуршыға бір нәрсе бар ма екен өзі? Так, оля. Кешегі компот қана бар ғой. Не істейміз енді? Білмеймін. Кафеге бара салайық енді. Жарайды. Тамақтарды заказ ету керек еді. Ладно, қазір кафеге бара салайық. Азуршарды ауызашырғам. Я. Мен қазір қыздарға айтып келейін. Қыздар. Ау, мам, не болды? Бүгін кешке кафеге барамыз. Үйде продукты қалмай қалыпты. Енді ертең кешке қарай енді үйде ішетін шығармыз. Бүгін үйде продукты жоқ болғандықтан кафеге бара саламыз. Ура, жақсы болды ғой. Ура. Достар, осымен менің осы түсірген видеом, сериалым аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Ал достар, келесі бөлімді күтіңіздер. Всем пока-пока.